Біздің заманымызға дейінгі бірінші мыңжылдықтың ортасында Алтай, Оңтүстік Сібір және Шығыс Қазақстан аумағында ғұн тайпалық одағы қалыптаса бастады. Қытай деректерінде ғұн атауы Хунну деп берілген. Олар Еуразия тарихында жауынгерлік даңқымен атағы шыққан. Ғұн мемлекетінің өрлеуі Мөденің атымен байланысты. Біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырда Мөде Қытаймен соғыста жеңіске жетіп, ғұн тайпаларының басын біріктіріп, билеуші Шаньюй атанады. Оның билігі үстем болып, аспан ұлы деген атаққа ие болады. Мөде Шаньюйдің билікке келуімен ғұндар жерлерін кеңейту үшін көршілес тайпаларға жорықтарын бастайды. Ғұн, Үйсін, Қаңлылар бір-бірімен көрші елдер болатын. Ал ғұндар мен Қытайдың Хан династиясы арасындағы соғыс біздің заманымыздан бұрынғы 188 жылы Хан династиясы әскерлерінің жеңілісімен аяқталады. Мөденің билігін мойындаған Қытай императоры ғұндарға жыл сайын алым салық төлеп отыруға және Қытай ханшасын Мөдеге әйелдікке беруге мәжбүр болады. Ғұндар негізінен киіз үйде тұрған, бірақ қысқы тұратын үйлері де болған. Тері мен жүннен тоқылған маталардан киім киген. Бай ауқатты адамдар киімдерін жібек матадан тіккізген. Ғұндардың материалдық мәдениеті ерекше дамыған. Олар темір және қола өңдеумен қатар қыштан ыдыстар жасаумен айналысқан. Сондай-ақ ғұндарда зергерлік өнерде жақсы дамып, күміс пен алтыннан әшекей бұйымдар жасаған. Біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықта ғұндарда көшпелі мал шаруашылығы жақсы дамыды. Әсіресе жылқы малын ерекше қастерлеп көбейткен. Тарихта Мөде Шаньюй елі мен жерін қастерлеген тұлға ретінде таныс. Аңыз бойынша, көрші Дунху билеушісі ғұндардың жеріне сұқтанып, оны басып алудың айласын жасай бастайды. Алдымен Мөдеге елші жіберіп, сұлу әйелін беруін сұрайды. Мөде, әйелім елімнің садағасы, алсын деп әйелін береді. Дунху елшісі екінші рет келіп, аузымен құс түстеген жүйрік тұлпарын сұрайды. Мөде, тұлпарым елімнің садағасы алсын деп атын бергізеді. Әбден асқақтаған Дунху билеушісі үшінші рет мал жанға қолайсыз жеріңді бер деген талап қояды. Осы кезде Мөде, әйелім мен тұлпарымды берсем де өзімнің жеке меншігім болатын. Жердің иесі халық, жер халықтың игілігі. Еліме жерді Тәңір берген. Жер болса халықта болады, мемлекетте болады. Жер мемлекетіміздің тірегі мен ырысы, құты, оны қалай береміз деп қатты қаһарланып, Дунхуларға қарсы соғыс ашып, тас талқандарын шығарып, жеңіске жетеді. Ендеше оқушылар, бейнематериалды қарап болсақ, білімімізді нақтылай түсейік. Сонымен Мөде кім болды? Мөде ғұн мемлекетінің негізін салушы. Ғұндардың құдіреттілігі сондай, батысындағы Үйсін тайпасы мен солтүстігіндегі Саян, Алтай тайпаларын бағындырды. Біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырда қазіргі Корей жерінен бастап Қазақ жеріне дейінгі жер ғұндардың иелігінде болды. Біздің заманымыздан бұрынғы 1 мыңжылдықта ғұндарда көшпелі мал шаруашылығы үстемдік етті. Ғұндардың бейнелеу өнері сақтардың аңдық стиль дәстүрімен байланысты. Ғұндар тастарға салған суреттерінде бұқа, бұғы, аққуды бейнеледі. Олардың түсінігінше бұқа күш пен биліктің, бұғы бақыт пен жақсылықтың, аққу отбасының символы болған.